Бүгінгі тақырыбымыз алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті деп аталады. Біз бөлшектерді 5-ші сыныптан бастап өткенбіз. Ал 7-ші сыныпта өтетініміз ол өткен сабақта айтқандай, алдында да бөлімдерден бірінші немесе көпінші болатын бөлшектер. Тек сандар емес, әріптер де араласып тұрады. Енді ең негізгі қасиеті ол егер бөлшектің алымын да бөлімін де бірдей санға көбейтсек, мысалы А бөлінген Б болса, С деген санмен көбейтсек, А-С бөлінген Б-С алымын да бөлімін де бірдей санға көбейтсек, онда тең екі бөлшек бір-біріне тең болады. Немесе дәл соның терісі А-С бөлінген Б-С болып тұрса, бірдей санға бөлсек, екеуін де С-ға бөлетін болсақ, А бөлінген Б деген қалады. Бұнда екі бөлшек те бір-біріне тең болады. Мысалмен қарастырайық. 2 бөлінген 3 ол алымын да бөлімін де 5-ке көбейтсек, 10 бөлінген 15. Екеуі тең болады. Бұл жерде міндетті түрде 5 емес, кез келген санмен көбейтуге болады. Мысалы 4-ке көбейтсек 8 бөлінген 12. 2 жарымға көбейтсек 5 бөлінген 7 жарым деген сияқты. Барлығында тең болады. Алым мен бөлімді бірдей санға көбейткенде. 0-ден басқа санға көбейтсек 0-ге көбейтуге болмайды. Өйткені бөлімінде 0 болып қалады. Тағы бір мысал, 1,5-ға бөлінген 2,5x. Оны 0,5-ке қысқартсақ, 1,5-ны 0,5-ке бөлсек, 2,5x-ті 0,5-ке бөлсек, 5x. Онда екеуі бір-біріне тең болады екен, өйткені бірдей санға бөлдік. Мысалмен қарастырайық, бөлшекті қысқарт дейді, 35a куб бөлінген 21ab. Бұл жерде алым мен бөлімнің ортақ бөліміне қараймыз. Ортақ көбейткіштеріне қараймыз. 35 пен 21-дің ортақ көбейткіші 7. Әріптердің ортақ көбейткіші А куб пен АБ ортақ көбейткіші, әріптердің ортақ көбейткіші А, сонда 7 ортақ көбейткіш болады. Алымын ортақ 7 мен 5а квадраттың көбейтіндісі түрінде жазамыз. 5а квадрат көбейтілген 7, бөлімінде 21аб-ны 3-ке көбейтілген 7, көбейтілген 7 деп жазамыз. Енді алымда бөлімінде бірдей сан болған кезде, көбейту болған кезде қысқарады. Қысқартамыз. 7 мен 7 қысқарады. 5а квадрат бөлінген 3 қалды. Келесі екінші мысалы. Бөлшекті қысқарт дейді. 16 минус x квадрат бөлінген 8x плюс 2x квадрат. Бұл жерде көп мүше мен көп мүше тұр. Алымында да бөлімінде де біз алдымен жіктеп алуымыз керек. 16 мен 8-ді бір-біріне қысқарта алмаймыз. Өйткені 16-дан кейін азайту тұр. Қосу азайту болған кезде қысқарта алмаймыз. Қысқартатын жағдайымыз тек қана көбейту болған жағдайда қысқартамыз. 16 минус x квадрат, оны жіктейтін болсақ, ол қысқаша көбейту формуласында бар. Квадраттардың айырмасы. Өйткені 16-да 4-тің квадраты болады. 4 квадрат минус x квадрат. Ал бөлімінде қарайтын болсақ, 8x пен 2x квадрат. Ортақ көбейткіш 2x, 2x жақшадан шығарсақ 4 плюс x. Ал алымында 4 квадрат минус x квадратты жіктейтін болсақ, бір айырма мен бір қосындының көбейтіндісі болады. 4 минус x, 4 плюс x болады. Бөлімде 2x, 4 плюс x. Енді алымында бөлімде 4 плюс x бар. 4 плюс x көбейту болған үшін, алымда да бөлімде де көбейту болып тұр. Қысқарады. 4 плюс x пен 4 плюс x қысқарады. Онда 4 минус x бөлінген 2x. Келесі мысалымыз. Бөлшекті 5x плюс 6y деген бөлшекті бөлімі 12y куб болатын бөлшекке келтірді. Бұл жерде бөлімі 12y куб болу үшін біз алымында бөлімінде 2y квадратқа көбейтеміз. 5x-ті 2y квадратқа көбейтеміз, 6y-ті 2y квадратқа көбейтеміз. Енді 5x пен 2y квадратты көбейтсек 10 xy квадрат бөлімінде 12y куб болады. Келесі мысал, бөлшекті бөлімі 7 минус 9y болатын бөлшекке келтір.
Ал берилген бөлчек 9x квадрат 2x квадрат бөлінген 9y минус 7. 9y минус 7 мен 7 минус 9y-тің қандай бір біріне қатынасы бар? Таңбалар ғана ауысып тұр. 9y минус 9y болып тұр. Минус 7 плюс 7 болып тұр. Онда таңбаларын ғана ауыстыру үшін біз минус 1 мен көбейтеміз. Минус 1 мен көбейтсек, минус санмен көбейтсек таңбалар ауысады. Енді теңдік өзгермес үшін, бөлшек өзгермес үшін алымында бөлімінде минус 1 мен көбейтеміз. Жаңағы мысал сияқты. Алымында бөлімінде минус 1 мен көбейтеміз. 2x квадрат көбейтілген минус 1, 9y минус 7 көбейтілген минус 1. Енді алым көбейтсек, алымда минус 2x квадрат шығады. Бөлімінде минус пен көбейткен кезде таңбалар ауысады. 9y минус 9y болады, минус 7 плюс 7 болады. Минус 2x квадрат бөлінген минус 9y плюс 7. Енді біз бөлімінде минус 9y плюс 7 оны біз орнын ауыстырсақ болады. 7 минус 9y-тің сонда 7 минус 9y болады. Алымда минус 2x квадрат. Енді біз таңба алымында да тұруы мүмкін, немесе бөлшектің алдында да тұруы мүмкін, немесе бөлімінде де тұруы мүмкін. Алымындағы минусты біз бөлшектің алдына шығарып қоямыз. Сонда минус 2x квадрат 7 минус 9y. Осы бір таңба алымында да тұруы мүмкін, бөлімінде де тұруы мүмкін, немесе бөлшектің алдында да тұруы мүмкін. Үш жағдайда дұрыс бір-біріне тең болады. Осымен бүгінгі сабақ бітті. Түсінбегендерің болса, сұрайсыңдар.